Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен физика пәні мұғалімі Хақназар Талғатұлы және бүгінгі біздің қарастыратын тақырып жұлдызды аспан, аспан сферасы. Бүгінгі сабақта не үйренеміз? Абсолюттік және көрінерлік жұлдыздық шамаларды ажыратуды, жұлдыздардың жарқырауына әсер ететін факторлармен және аспан сферасының негізгі элементтерімен танысатын боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Айсыз ашық түні аспаннан сан жетпес жұлдыздар жымыңдап, адамның көңілін өздеріне еріксіз аударатыны сөзсіз. Шынында да жер бетінің кез келген орнынан бір мезетте аспан күмбезінен құралсыз көзбен 3000-ға тарта жұлдызды көруге болады екен. Оларды танып білмек үшін адамдар өте ерте заманда жұлдыздардың өзара орналасуын жан жануарларға немесе басқа нәрселерге ұқсатып топтастырып, оларға шоқ жұлдыз атауларын берген. Мысалы, тақтаға назар салсаңыздар, дәл біз көріп тұрғанымыз қазір міне бұл жұлдызды аспан. Ал енді шоқ жұлдыздарды көрейік. Мінекейлеріңіз, көріп тұрған мына жерде Геркулес шоқ жұлдызы, яғни ежелгі Грекия аңызындағы Геркулестің құрметіне қойылған. Содан мына жерден Драко деген бұл айдаһар шоқ жұлдызын байқаймыз. Және де мынау Урса Майор деген бұл үлкен аю шоқ жұлдызы. Бұны көзімізге осы үлкен аюды, айдаһарды елестету үшін, жеңілірек болу үшін, міне сіздерге мынандай бір көрнекілік көрсетейін. Қалай енді көзімізге елестету жеңіл болды ма? Ұқсады ғой, иә? Жарайды, онда тақырыбымызға қайта оралсақ. Сонымен шоқ жұлдыз дегеніміз не? Шоқ жұлдыз дегеніміз аспанның нақты шекарасы анықталған белгілі бір бөлігі екен. Аспанда бүгінгі таңда барлығы 88 шоқ жұлдыз белгіленген. Халықаралық деңгейде шоқ жұлдыз атаулары латын тілінде қолданылады. Мысалы, бізге қазақ халық астрономиясынан жақсы таныс 7 қарақшының астрономиялық атауы жаңа мен айтып көрсетіп кеткен Урса Майор, яғни үлкен аю шоқ жұлдызы. Келесі слайдқа өтейік. Түнгі аспанға қарағанымызда жұлдыздардың жарықтылықтары әртүрлі екенін аңғарамыз. Сириус, Арктур және Вега жарқырап көзге бірден түссе, Алькордың көмескі жұлдыз екенін байқаймыз. Жұлдыздардың көзге көрінерлік жарықтылығын санмен өрнектеу үшін астрономдар көрінерлік жұлдыздық шама деген ұғымды пайдаланады. Мұны алғаш ежелгі грек астрономы Гиппарх енгізген. Ол аспандағы көзге көрінетін жұлдыздарды 6 топқа бөліп қарастырған. Ең жарық жұлдыздарды бірінші жұлдыздық шамаға, ал ең көмескілерін 6-шы жұлдыздық шамаға тағайындаған. 19 ғасырда ағылшын астрономы Норман Поксон жұлдыздық шаманың осы заманғы шкаласын ұсынды. Бұл шкалада 5 жұлдыздық шама жұлдыз жарықтылығының 100 есе өзгеруін көрсетеді. Демек, бірінші жұлдыздық шама мен 5-ші жұлдыздық шамадағы жұлдыздардың жарықтылығының айырмашылығы 100 есеге тең. Бір жұлдыздың жалтырлығы жоғары, ал енді біреуінің төмен болуы жұлдыздың шын мәніндегі жарықтылығы туралы мәлімет бере алмайды. Себебі жарық жұлдыздың бізге жақын орналасу себебінен көрінерлік жұлдыздық шамасы жоғары болуы мүмкін. Бірақ тура сондай жұлдыздың алысырақ орналасу себебінен көрінерлік жұлдыздық шамасы төмен болады. Сондықтан да бізде жұлдыздардың жарқырауына әсер ететін факторлардың бар екенін аңғарамыз. Сонымен бірінші фактор мен қазір ғана айтып кеткен қашықтық факторы. Яғни жұлдызымыз қаншалықты жақын не алыс орналасуына байланысты оның жұлдыздық шамасы да солай өзгереді. Екінші фактор жұлдыздың құрамындағы элементтері. Жұлдызымыз қандай химиялық элементтерден тұрады, ол да жұлдыздың жарқырауына өзінің септігін тигізеді екен. Үшіншісі температурасы.
жұлдызымыз қаншалықты қатты жанса, қаншалықты температурасы жоғары болған сайын, оның жарқырауы да сол деңгейде, сол жоғары болады. Және соңғысы жұлдызымыздың көлемі. Жұлдызымыз үлкен болса, оның жарқырауы да, бізге жұлдыздық шамасы да жоғары болады. Жұлдызымыз көлемі кішкентай болса, бізге де көрінуі сәл көмескіленеді екен. Жұлдыздардың шын мәніндегі жарықтылығын анықтау үшін абсолют жұлдыздық шама деген түсінік қолданылады. Абсолют жұлдыздық шаманы латынның үлкен М әрпімен белгілейді екенбіз. Абсолют жұлдыздық шама жұлдыздың стандарт қашықтық 10 парсек немесе 32,6 жарық жылы қашықтықта орналасқандағы көрінерлік жұлдыздық шамаға тең екен. Яғни 10 парсек дегеніміз ол 32,6 жарық жылы. Ал бір жарық жылы, кәне есептеп көрейік, жарықтың жылдамдығы 3,3 көбейту 10-8 метр секундқа тең болса, бір жылымызда 365 күн бар, бір күнімізде 24 сағат бар, бір сағатымызда 3600 секунд болса, онда бір жарық жылымызда 9,46 көбейту 10-15 метр қашықтық бар екен. Ал 32,6, яғни 32 жарым жарық жылда 308 көбейту 10-15 метр қашықтық болады екен. Өздеріңіз есептеп, өздеріңіз елестетіп көріңіздер, бұл қандай үлкен қашықтық. Келесі слайдымызда біздің галактикамыздағы ең жарық жұлдыздардың көрінерлік жұлдыздық шамасы және абсолюттік жұлдыздық шамасы кестеде көрсетілген. Бізге ең жарық жұлдызымыз ол Сириус екен. Оның көрінерлік жұлдыздық шамасы -1,158, абсолют жұлдыздық шамасы +1,41. Яғни неғұрлым жұлдыздық шама кішірек болса, соғұрлым нысанымыз жарығырақ болып көрінеді, яғни жалтырлығы жоғары деп есептелінеді. Келесі слайдымыз аспан сферасы ұғымы. Жұлдыздардың, планеталардың тағы да басқа аспан денелерінің орналасу орындарын анықтау және өлшеу сияқты практикалық мәселелерді шешу үшін астрономияда аспан сферасы деген ұғым қолданылады. Аспан сферасы дегеніміз радиусы анықталмаған жорамал сфера. Аспан шырақтары әртүрлі қашықтықта болғандықтан, оның бетіне бақылаушы белгілі бір уақытта өзі орналасқан орнынан көретін бүкіл аспан шырақтарын проекциялайды. Аспан сферасының орталық нүктесі әдетте жер центрі немесе жер бетіндегі бақылаушы тұрған орынмен, яғни бақылаушының көзімен сәйкестендіріледі. Енді аспан сферасының негізгі элементтерін атап өтсек. Біріншісі, ол әрине зенит Z нүктесі. Бақылаушының дәл төбесінде тұрады. Ал надир нүктесі, ол Z1 нүктесі сфераның қарама-қарсы бөлігінде орналасқан. Осы екі нүктені қосатын түзу вертикаль сызық немесе тік сызық деп аталады. Оған перпендикуляр әрі аспан сферасының орталық нүктесі арқылы өтетін жазықтық математикалық немесе нақты көкжиек деп аталады. Көкжиек аспан сферасын көрінетін және көрінбейтін бөлік болып екіге бөлінеді. Көрінетін бөлігі мұның жоғарғы бөлігі, көрінбейтін бөлігі төменгі бөлігі. Зениттен М шырақ арқылы надирге дейін өтетін үлкен дөңгелек шырақ вертикалі деп аталады. Аспан сферасы және шырақтардың тәуліктік айналысы дүние ойысының төңірегінде өтеді. Дүние ойысының аспан сферасымен қиылысатын нүктелері аспан
сферасының айналысына қатыспайды, сондықтан да олар дүние полюстары деп аталады. Төңірегінде аспан сферасының айналысы сағат тілінің айналу бағытына кері болатын полюс дүниенің солтүстік полюсі, оған қарсы полюс дүниенің оңтүстік полюсі деп аталады. Дүниенің солтүстік полюсі маңында темірқазық жұлдызы орналасқан. Зенит және дүние осі арқылы өтетін жазықтық аспан меридианның жазықтығы, ал оның аспан сферасымен қиылысқан кезінде пайда болатын үлкен дөңгелек аспан меридианы болып табылады. Аспан меридианы аспанның тәуліктік айналысына қатыспайды да, көкжиекпен екі нүктеде қиылысады. Олар көкжиектің оңтүстік S және солтүстік нүктелері. Математикалық көкжиек пен аспан меридианы жазықтықтарының қиылысында пайда болатын түзу тал түстік сызық деп аталады. Оның себебі тал түсті тігінен қойылған бағанның көлеңкесі осы түзу бойымен бағытталады. Осымен біз бүгінгі тақырыбымыздың бекіту үшін келесі тапсырмаларды орындап көрейік бірге. Бірінші тапсырма. Айжан кешкі уақытта аспанды бақылап отыр. Оның басының дәл үстінде бір жұлдыз жанып тұр. Оңтүстікке қараған кезде бір жұлдыздың көкжиекке өте жақын орналасқан байқайды. Сұрақ. Айжан байқаған жұлдыздардың аспан сферасындағы орны қандай? Жауабы әрине В. Зенит және горизонт. Өйткені басының дәл үстінде орналасқан жұлдыз зенитте, ал көкжиекке жақын горизонтта орналасады. Екінші тапсырма. Екі жұлдыздың мәліметі. Былай екен, А жұлдызының көрінерлік жұлдыздық шамасы 1-ге тең, абсолюттік жұлдыздық шамасы -5-ке тең. Б жұлдызының көрінерлік шамасы 12-де 1-ге тең, абсолюттік жұлдыздық шамасы +2-ге тең екен. Сұрақ, қай жұлдыз шын мәнінде жарығырақ? Жауабы әлбетте А. Өйткені екі жұлдыздың көрінерлік шамасы 1-де байқап отырмыз, 1-ге тең. Ал А жұлдызының абсолюттік шамасы -5-ке тең. Яғни ол жарығырақ. Мен жаңа айтып өткендей, абсолюттік жұлдыздық шаманың төмен болған сайын ол жарығырақ болады. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Жерден темірқазық жұлдызына дейінгі арақашықтық 434 жарық жылын құрайды. Осы арақашықтықты километрмен өрнектеу керек. Және төртінші сұрақ. Екінші жұлдыздық шаманың жарықтылығы төртінші жұлдыздық шаманың жарықтылығынан неше есе артық? Осы соңғы екі сұрақты, екі тапсырманы өздеріңіз орындаңыздар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта жүздескенше.